Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Ақбақсы ата. Ел есінде, халық жадында ерекше бір қасиеттерімен ерекшеленіп жатталып қалатын адамдар болады. Солардың бірі Сатыбалды баласы Төлеген. Ақтөбе облысының қазіргі Ырғыз Әйтеке би өңірінде Ақбақсы атымен белгілі. Оның есімі одан да сыртқары жерлерге танымал болған. Төлеген 1895 жылы дүниеге келген. Әрине, тақыр жерге шөп шықпасы белгілі. Төлегеннің атасы бұзауша заманында қазанына қара су ұйытқан адам екен. Ол бірде ертеңгісін үй ішін түгел оятып, ағаш қасықпен үлкендерінен бастап жасына қарай түгел судан ішкізеді. Ең соңғы балаға келгенде қасық толық болып шыққан. Сонда ақсақал, бұл үлкен нышан, тұқымның соңына дейін несібесі мол болады екен депті. Бұзаушаның баласы Сатыбалдыда тегін болмаған деседі. Ол болашақты болжап айтып отырған. Тәуіпте дүйсенбі ақын мешіті ашылғанда намазға байпақты етікпен тұрыпты. Оның бұл қылығына үрке қарағандарға оның тегін адам емес екенін сезген имам тұра берсін, үндемеңдер депті. Сатыбалды қайтыс болғаннан кейін 2 айдан соң Төлеген өмірге келіпті. Ол 6 айлық болғанда ағайындары шешесін малға сатқан. Сәбиімді шылдатып ешқайда бармаймын деген ана зарын ешкім құлаққа ілмейді. Тіпті оны есіктен күштеп алып кете алмаған соң керегені көтеріп үргеден сүйреп шығарады. Төлегеннің анасы әрі ажарлы адам болған екен. Елдің айтуынша баласы да сол кісіге тартыпты. Шешесін ұзатып жіберген соң жас сәби әжесінің қолында тәрбиеленеді. 7-8 жасқа келген бала ауылдағы байдың қозысын бағуға шығады. Ол кезде төлді енесінен айырып баққан қойларды көгендеп сауады. Бір күні әлденеге алаңдап қалған қозышы бала алдындағы малға ие бола алмай қозыларын жамыратып алады. Сөйтіп қойлар сауылмай қалады. Бай бұған ашуланып баланы таяқтың астына алады. Зәбірленген бала ол жылап-жылап далада ұйықтап қалады. Ұйықтап жатса түсінде бір ата, балам жылама, тез орнынан тұр, мәсаған деп қолына 7 құмалақ ұстатады. Сол түсі әсер етті ме екен, түсінбе ата көрдім, маған құмалақ берді деп қолына ұстап алған құмалақтарды әркімге көрсетіп ел кезіп кетеді. Оған ешкім мән бермейді. Кейбіреулер көтеріліп жүр екен деп ойлайды. Ол кезде байлар арба жегіп керуен тартып дегенде Түркістанға сапар шегеді екен. Соятын малдары қызметшілері түгел қамтылып, кіші Меккеге барудың рәсімдері атқарылады. Сондай жолға шығу қамындағы топқа бір ретте бала Төлегенде ілесіп кетеді. Әкесін танитындар оны жол бойы қамқорлап қастарынан қалдырмайды. Ақырында не керек, бала Түркістанда қалып қояды. Осында Қожа Ахмет Яссауидің басында түнейді. Арада 9 жыл өтеді. Кешегі жас бала есі кіріп адам болады. Сол уақыттарда кісі емдеудің қыр-сырын атам үйретті деп елге келген соң айтып отырады. Атасының кім екенін ешкім сұрамаған. 9 жылдан соң Түркістанға жол шығып келген ауылдастарын танып елге қайтқысы келеді. Атасынан рұқсат сұрайды. Елімді сағындым деп. Ол кісі шырағым, баламдай болып кетіп едің, бармай-ақ қойсаң қайтеді дегенде де көнбейді. Ақыры баланың райынан қайтпасын біліп, ақсақал батасын береді. Азамат болып елге келсе, баяғы шешесін қалың малға сатып жіберген ағасы дүние салған. Оның алдыңғы әйелдері қайтыс болып, 3-ші әйел алған екен. Содан 4-5 жасар ер бала қалыпты. Аға өлсе жеңге мұра деген қазақ салтымен баланы жеңгесіне қосады елдегілер. Төлеген ауылға келген соң бала бақсы атанады. Бір күні оған бір ақсақал келіп, балам, шамның жарығы түбіне түспейді деген, ауыл сенің қадіріңді білмейді. Бұндайда сырт жақсы, бұл жерден кет дейді. Содан бала бақсы жағалбайлардың ортасына қоныс аударады. Шынында да жаңа мекен оған құт болады. Халық қадірлеп Ақбақсы атағын шығарады. Бір таңқаларлығы, кейінгілердің көбісі оның Төлеген есімін біле бермейді. Ал Ақбақсы десе ауыл айналасы түгілі ат шаптырым алыстағылардың өзі елеңдесіп, оң назары ауып отырады. Ақбақсы жоғарыда айтқанымыздай өте ажарлы сәнқой қысы болған. Үнемі астына ағат мініп оған ақ жабу жауып жүретін болған. Үстінен ақ шапанын тастамайды екен. Жеңгелей алған әйелі өзімен қатар одан 2 ер бала көреді. Үлкені 7-8 жасқа келгенде ауыры өледі де, екіншісі кішкентай кезінде шетінеген. 40 жасқа жетпей сол әйелі сырқаттанып дүние салады. Ақбақсы 40 жасында төсек жаңғыртып, 14 жасар қызы Сағираға құда түсіріп, қалың малын береді.
Содан екеуі өмірлерінің соңына дейін тату тәтті сыйласып ғұмыр кешеді. Ақбақсы отбасында өте кішіпейіл, ақ жарқын адам болыпты. Ішінде еш нәрсе сақтамай аңқылдап бар әңгімесін айтып отырады екен. Тіпті сөзіне қалжың араластырып күлдіріп, кейде бала сияқты болып кететінге ұқсайды. Сағира да күйеуінің күйіне ерекше қараған. Ол тіпті еріне еттет оратпайды екен. Жол жүретін болса атын ерттеп қолтығынан демеп мінгізіп жіберген. Сапардан оралса алдынан шығып аттан түсіріп ер тоқымын алып көлігін жайлайтын болған. Ері не айтса сол заң. Бар шаруаны өзі үлгеретін Сағира тазайын шапшаң кісі болыпты. Ақбақсы оның атын атамай шырақ қатын дейді екен. Біздің шырақ қатын бәрін біліп отыр, бәрі дұрыс деп оны қолдап отыратын талай адам естіпті. Ақбақсы дөке киімін кимеген. Әйелі қолдан тігіп беретін сырт киімдерге жоғарғы жағынан 2 қалта, етегінен 2 қалта салады. Жоғарғы қалтаның бірінде айна, екіншісінде мұрт тарақ тұрады. Төменгі қалталарға бетұрау салынады. Ақбақсының емшілік жолы Ақтастыға көшіп келген жылдан бастап 1977 жылдан жария болған секілді. Оған дейінгі өмірінде соңына қуғын сүргін түскен. Ағылеш деген інісі қауіпсіздік комитетінде қызмет істеген екен. Сол қауіп төнгенде хабар беріп отырғанға ұқсайды. Бірінде Орскеге темір жол бойына жұмысшы етіп тұрғызған. Соғыстан кейінгі жылдары еңбек армиясынан оралған ол тауып демал бағады. Онда да бақсы деп қудалау тыйылмайды. Ырғыз ауданын басқарған Нұрқасын Бердіғұловтың баласы жоқ екен. Соның әйелін түнге қарай жасырын түрде емдейді. Содан бірінші хатшының әйелі 2 ер бала туып, олардың аттарын Ырғызбай, Ырғызбек деп қояды. Содан кейін барып қудаладан көзім ашылды, дейді Ақбақсы. Егер арыз тексерушілер келсе, Озат Шопан жақсы жұмыскер деп олардың бетін қайтарып отырады жергілікті басшылар. Оның баласында қылығы бар дегенді оның замандасы Желихан атты кісінің аузынан қалған сөз дәлелдей түседі. Бұл әңгіме былай өріледі. Ол кезде бар жұмыс қолмен істелінеді. Шөпті қолмен үйеміз, көлік жоқ, мінетініміз өгіз. Төкең алдымызда оқ бойы озып отырады. Біздер соңынан ереміз. Ол кезде Ырғыздың суы қатты тасиды. Су қайтқанда өзен әр жерден бөлініп қалады. Бір күні орақтан қайтып келе жатқанымызда Төкең өгізден секіріп түсті. Не болып қалды екен деп бізді тездетіп жеттік. Беріректе кішкене су бөлініп қалған. Соның ішінде үлкен шортан тыпырлап жатыр екен. Соны қамшысымен басып тұр. Шырақ қатын балықты жақсы көруші еді, сені үйге алып кетейін деп еңкейді де, жоқ шортан, мен сені босатайын. Балам жалғыз еді, батаңды бер деп аяқ астынан өзгерді. Сөйтті де оны қолымен көтеріп апарып ар жағындағы үлкен суға жіберді. Жүзе жөнелген шортанның артынан қарап тұрып, әй шортан, естимісің, балама батаңды бер деп қолын көтерді. Ақбақсы дүниеден өтерінен 1 ай бұрын жалғыз қызы Қатшагүлге көп әңгіме айтыпты. Соның ең соңында қара орным, қара шаңырағым, бір өзіңе аманат. Жер астында жатқанмен бәрін көріп жатамын. Егер тастап кетсең, өрімде тек жатпаймын дейді. Ол үйді тастамаймын деп уәдесін береді. Қатшагүлдің айтуынша әкесінің басына келіп мал шалып түнеушілер көп екен. Жаздай адам үзілмейді дейді ол. Түс көрдік деп қуанып кетеді. Кейбірі бірнеше күн ұйықтамай келіп тамға кірген бойдан ұйқыға батады. Кейбірі атам түсіме кірді, шақырды деп келеді. Ақбақсы туралы артта қалған әңгіме көп. Солардың кейбірін саралап көрелік. Ол айтуғанда түнде оянып, далаға шығып, өзінің емдік тастарын алып айға көрсетіп сөйлеседі екен. Адам қарап жатқанда бір жанына басын бұрып, біреулермен ақылдасып сөйлесіп отырады. Адамдарынан сұраймын дегенді жиі айтады, бірақ айналадағылар ешкімді көрмейді екен. Өзіне келген адамның арқасынан қағып, уқалап, суға тастарын салып шайып береді. Содан соң келесі жылдың осындай айдың осындай күнінде маған бір кел деп жібереді. Үйге жатқызып ұзақ қарамайды. Кейбір адамға түсіңе кіремін, сонда маған бір соғарсың деп айтады. Адам қарағанда айқайлап сөйлеп, кейде ақырып қояды екен. Ал енді бірде күлдіріп, сөйлеп, аяныш білдіріп айналып отырады. Жұмажан Дәуренбаев деген экономист өзі аңқылдағы азамат екен. Ертеңіне шопандар тойына баратын болып, сәлемдесіп кетуге Ақбақсыға соғады. Сонда бұл кісі үкіметтің көлігімен бар ма, басқа көлікпен бар дейді. Басқа көліктің реті келмей, Жұмажан ертеңіне ұзымшардың май таситын машинасымен жолға шығып апатқа ұшырайды. Бір күні
Аудан орталығынан Светлана Шереметова деген дәрігер келеді. Оған Ақбақсы да келіп қаралады. Сосын қасындағы біреуге, мына әйелге айт, тағы да 2 балалы болады, деп өзі 2 бармағын көрсетеді. Сонда қасында отырған қызы Қатшагүл, ата олай айтпа, бұл әйелдің жасы 45-те, әрі күйеуі жоқ дейді. Келесі жылы Шереметова 2 баласы бар әйелі қайтыс болған ауылдың директоры Маланинге тұрмысқа шығады. Бір күні сол Маланин әйелімен қартқа сәлем беріп келеді. Сәлемін алған соң ол, көшейінде отырсын ғой, дейді. Маланин, менің көшетін ойым жоқ деп зыр-зыр қағады. Ата, көшесің, бірақ алысқа емес, жақын жерге деп қоймайды. Шынында да сол жылы Маланин аяқ астынан жұмыс бабымен қоныс аударады. Ақбақсы жасаған емдерінің ішінде мынандай әдістері бар екен. Келген адамға бойыңмен бірде ала жіпті есіп әкел, сонымен алғыстап үлкен жолға шыққанда басынан айналдырып таста дейді. Зираттың басына көне киімдерін өртеп, одан аттатып, басынан айналдырып, арқасынан ұрып көшіретін болған. Киік оты шөбі, борсықтың терісі, жылқының терісі, жаңа бауыздалған киіктің жылы қарны, міне осыларды ем жасау үшін пайдаланған. Бір ерекшелігі, ол кісі Марал Ишан, Анам Бөбенем, Қосым Қожа аруақтарына сыйынатындығын айтып отырады екен. Ақбақсы қорым басындағы тамды 1980 жылы өзі салдырыпты. Ол кезде 2 інісі Тобабек пен Жұмабай, біз бар емессіз бе, неге ерте салдырдың, деп реніш білдіріпті. Сонда ол кісі, ренжімеңдер, алда қиында уақыт келеді. Маған там салмақ төгілуі, әркім өз отбасын асыруға қиындау түседі. Материал болмайды. Қазір маусылық кезде салыпты қойған дұрыс, депті сабырмен. Арада 2 жыл өткенде сол 2 інісі де қайтыс болыпты. Ақбақсы атанған Төлеген Ақсақал 1993 жылы 3 қаңтарда 98 жасында дүниеден өтті. Азаматын пір тұтып, бүкіл саналы тіршілігін соның жолына арнаған Сағира әжеде одан кейін 22 күн өмір кешіп шалының артынан жөнелді. Қазір Ақбақсының ізінде қызы Қатшагүл, жиендері Таланды, Рысты, Гүлнар, Жанар, Айгүл, Айсұлтан және бауырларына басқан қызы Мадина бар. Біздің анық білетініміз, Ақбақсы туралы аңызға бергісіз әңгімелердің бізге жетпеген, бірақ ел арасында сақталған нұсқалар әлі де көп екендігі. Ал бүгінге айтайын дегеніміз, Төлеген есімді сол кісінің ғасырға жуық тірлік жолында айналасына ізгілік нұрын сеуіп, адамдарға қолдан келген жақсылығын жасағандығын жалпы жұртқа жария ету.